кім үшін соғысып, кім үшін қан майданда жандарын тапсырды. Менің атам соғыстан қайтқан жоқ. Оғанға дейін ашаршылық, оның алдында найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап қалған ұлан байтақ жеріміздің не мұнайының қызығын көрмесек, не басқа қазба байлықтардың қызығын көрмесек, жастарда барып түрмеге қамай берсе, өкіметке қарсы шықпаңдар. Халықтың барлығына біз солай айттық, өкіметке қарсы шықпаңдар. Бәрін шақырайық, олар естиді. Естігеннен кейін шешім қабылданады. Әділдік орнайды деп қаншама зар жылап адамдар осы Астанаға келіп ағылды. Жалынып, әр депутаттың алдына барған бірде-бір қазақтың сөзін естіген жоқ. Депутаттарын қайта халықтың сөзін оңтайлы жеткізбей, одан ары оларды қамау керек деді. Өмір бақи түрмеге жапсын деді. Оларды депутат қылып кімді сайлады? Егерде олар халықтың мұңын жеткізе алмаса, өтірік күліп жүреміз, анда барамыз, мында барамыз. 30 күн тілек тіледі, сонда неге осы 30 күн бүкіл халықтың тілеген тілектері неге орындалмайды? Неге халық зар жылап, жалынып, өз жерлерінде сорлының күйін кешіп жүр? Кімнің қандай құқығы бар? Біреудің баласын шырылдатып үйінен апарып 20 жыл, 30 жылға, 10 жылға апарып жауып тастайтын кімнің қандай құқығы бар? Әлі күнге дейін менің ағамның өмірден өткеніне қанша жыл өтсе де 53 жасында кетті. Кеше ғана анаммен сөйлесіп отырмын. Әлі жылайды. Анамның әлі күнге дейінгі жылап айтатыны, менің көрген күнімді ешкім көрмес екен. Кім баласын жаман болсын деп тәрбиелейді. Мә өмірге келгеннен кейін осы өмірдің қызығын көрсе екен дейді. Түрмеге бір адам түсетін болса, сонымен бірге бүкіл әулет түрмеде отырғандай күй кешеді ғой. Халықтың ашуына қатты тиетін болса, халық ұлық. Бұл жер қазақтың жері. Бұл біздің ата-бабамыздан. Бұл жерде біз түрмеде балаларымыз шіріп, әділетсіздік орнап, ұры-қарылар бәрін ұрлап шетелде тайраңдап жүрсін деп қалдырмаған бұл жақты. Қазіргі өкіметте отырғандар, сіздердің де бастарыңызға тура осындай күн түсетіні айдан анық. Себебі сіздердің шығарып атқан шешімдеріңіздің, заңдарыңыздың барлығы халықтың әбден ығырын шығарып бітті. Өкімет пен халықтың ортасында ешқандай қарым-қатынас жоқ. Халық әбден ашу, ыза кернеп бір жамандықтың нышаны болатын сияқты.